2019 жылы ақштағы Гранд Каньон бөлігі Хоршу Бендке келушілер күрт көбейді. Олардың бәрі бір күні Инстаграмдағы Хоршу Бендтің геолокациясы белгіленген суретті көргеннен кейін келді. Алайда ол жер туристерді күтуге дайын болған жоқ. Арнайы жол мен ескерту белгілері болмады. Туристердің қауіпсіздігін қадағалайтын арнайы қызметкерлер болмады. Әп сәтте Инстаграмның кесірінен бұл жерге келушілер саны көбейіп, табиғатқа зақымдалу қаупі төнді. Бүгін әлеуметтік желілер туризмді дамыта отырып, қоршаған ортаға қалайша зақым тигізе алатынын талдайық. Бұрын адам табиғатта өзін аяқ ізінен басқа ештеңе қалдырмау керек дейтін еді. Бірақ қазір із қалдырудың жаңа заманауи түрі пайда болды. Әлеуметтік желіде геолокацияны белгілеп кету. Инстаграм пайда болғалы, біздің күнделікті өмірде қарапайым тамақ жеуден бастап көп нәрсе өзгерді. Инстаграмның саяхатқа да үлкен ықпалы тиді. Әлеуметтік желіде оқырмандары көп блогерлер мен инфлюенсерлердің саяхатқа барған жері ертеңіне лезде танымал болып қалады. Бұған мысал ретінде Норвегиядағы Тролтунга деп аталатын тіл тәрізді тас төбені келтіруге болады. Осы суретке қарасаңыз, сол тас төбенің шетінде табиғаты керемет жерде жалғыз тыныштықта отырған адамның күшті суреті шыққан сияқты. Ал негізінде бұл суреттің ар жағында осылай суретке түскісі келетін адамдардың үлкен кезегі тұр. Инстаграм пайда болғалы, бұл жерге келетін туристер саны күрт көбейді. 2009-2014 жылдар аралығында Тролтунгаға келетін туристер саны 500-ден 40 мыңға дейін өсті. Бәрі сол тас төбеде суретке түсіп, суретті әлеуметтік желіге салу үшін келеді. Инстаграмда Тролтунга хэштегімен талай суреттерді көруге болады. Тағы бір мысал ретінде Жаңа Зеландиядағы Ванака шағын қаласын айтуға болады. 2015 жылы жергілікті үкімет әлеуметтік желіде оқырмандары көп танымал инфлюенсерді Ванакаға әдейі шақырған. Олар Ванакадағы керемет саяхаты туралы өз парақшаларында айтып беріп, басқа оқырмандарды қызықтыру керек еді. Осылайша Ванакаға, Жаңа Зеландияға келетін туристер санын көбейтті. Бұдан кейін Ванаканың туризмі 14%-ға өсті. Инстаграм Қазақстанның ішкі туризміне де жақсы ықпал етті. Әсіресе пандемия кезінде шетелге шығуға шектеу қойылғанда саяхат үшін Қазақстанның жаңа жерлері ашылды. Бұған Ақмола облысындағы Көбейтұз тұзды көл жақсы мысал бола алады. Бұл ерекше қызғылт түсті көл 2020 жылы халық арасында танымал жерге айналды. Көлдің жағалауында түсірген алғашқы суреттер Инстаграмда тез таралып, қызыққан адамдар көп болды. Көлді көруге келетін адамдар саны бір сәтте-ақ көбейді. Бірақ та Инстаграм ықпалынан адамдарының көп келуі Көбейтұз көліне зақым келтірді. Көлдегі тұздың емдік қасиеті бар деп, көлден тұзды шелектеп алып кеткендер болды. Соның себебінен көлде тұз азайып, түбі қарайып, өзінің ерекше әдемі қызғылт түсін жоғалта бастады. Табиғатты қорғап қалу үшін 2021 жылы көлге барар жолда арнайы қорғаулар орнатып, көлге баруға тыйым салынды. Көбейтұз көлімен болған жағдай Инстаграмның туризмге жақсы және жаман ықпалын жақсы көрсетеді. Бұған тағы мысал ретінде Алматы маңындағы үлкен Алматы көлін айтуға болады. Адамдардың көлге деген қызығушылығы өсіп, бір кезде келушілер көбейіп кетті. Көл маңы қоқысқа толып, экологиялық жағдайы нашарлады. 2020-2023 жылдары пандемия басталғалы көлге баратын жол жабық болып, кейін ашылған еді. Бірақ 2023 жылдың қыркүйегінде қайта жабылды. Бавариядағы Кенигсбах су сапқырамасы да 2021 жылы осы себептермен жабылған. Жергілікті билік өкілдері бұл аймақта қоқыстың көбейіп, түнде лагерь құрған адамдардың заңсыз от жағу дәлелдерін тапқанын айтты. Табиғаттың қалпына келу үшін сарқырамаға баратын жолды 5 жылға жауып, туристерге шектеу қойды. Саяхат кезінде барған жерлердің сұлулығын көзбен жеткізе алмаған кезде суреттер мен видеолар көмектеседі. Инстаграм сол суреттермен бөлісе алатын тамаша платформа. Бүгінде адамдарды қызықтырып, туризмді дамыту үшін бір сәтті кадр мен жерді белгілеу ғана жеткілікті. Бірнеше күн ішінде бұл жердің суреті танымал болып, жүздеген, тіпті одан да көп жаңа келушілер тартады. Алайда бәрі суреттегідей керемет бола бермейді. Ол жер сіз сияқты сол суретке қызығушылық танытқан туристерге лық толы болуы мүмкін. Ал адамдардың ағыннан табиғаттың әдемі жері өкінішке орай зақымдалуы мүмкін. Осылайша Инстаграм арқылы туризмді жақсы дамытқанмен қоршаған ортаға зиян келтіре аламыз. Сондықтан табиғатты сақтап қалу үшін барған жерімізде расында да аяқ ізінен басқа ештеңе қалдырмай, әлеуметтік желілерде ерекше жерлердің геолокациясын қалдырмауға да тырысайық.